Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын каналыма қош келіпсіздер. Өте дәмді үй жағдайында жасалатын коржиктің жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Құрамына ешқандай сүтті, жұмыртқаны қажет етпейді. Жасалуы өте тез. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепт пайдалы болса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы айранымызды құйып аламыз. Қолдың айраны, менде мүмкіндігінше қолдың айраны болғаны дұрыс, және үстінен ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Реакция жүргенше араластыратын боламыз осылай. Және үстінен сұйық майымызды құямыз, қантымызды салып 5 минут көлемде жақсылап қантымызды ерігенше араластыратын боламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалып кетпеу керек. Және 5 минуттан кейін осылай қолдың көмегімен қанттың ерігенін, ішінде түйіршік қалмағанын осылай көретін боламыз. Және алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аз бөліктен салып отырып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде аз-аз бөліктен салып, қамыр илеп алыңыздар. Енді осы илеп алған қамырымыздың үстінен екінші бөлік ұнымызды салып, жұмсақ, нәзік қамыр илеп дайындап алатын боламыз. Және 5 минутқа тындыруға қалдырамыз. Енді қамыр жаятын столымызды дайындайтын боламыз. Осылай аз бөлік ұн сеуіп, дайын болған қамырымызды осылай қолдың көмегімен басып, оқтаумен екі шетінен ортасынан басып отырып, қамырымызды орташа көлемде жайып алатын боламыз. Қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа көлемде етіп жайып алып, арнайы коржикке арналған формалармен жасасаңыздар да болады, немесе осылай пиаламен, кесемен жасай беруге болады, өз қалауларыңызша. Мен осылай барлығын кесемен кесіп алдым, дөңгелек етіп барлығын толықтай. Енді противеніміздің үстін майлап, барлық коржиктарымыздың барлығын орнықтырып шығатын боламыз, немесе пергамент қағазын төсеп жасасаңыздар да болады. Осылай барлығын орнықтырып алып, үстінен аз ғана мөлшерден бетіне айран жағып шығатын боламыз. Осылай барлығының бетіне айран жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут көлемінде коржиктеріміздің барлығын пісіріп алатын боламыз. Міне осылай пешке салып қойдық. Енді екінші түрін осылай жүрекше формада етіп жасайтын боламыз. Арнайы жүрекше формалармен жасасаңыздар болады, немесе осылай пышақтың көмегімен жасауға да болады. Мен осылай барлығын пышақтың көмегімен жүрекше формаға келтіріп жасап алдым. Міне біздің сол аралықта коржиктеріміз пісіп шықты. Енді осылай орамалдың бетіне қойып, барлығын толықтай суытып алатын боламыз. Міне біздің барлық коржиктеріміз пісіп шықты. Өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Алда пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Коржик өте керемет шаймен үйлесетін болады, және буфеттегі де болып шығатын болады. Азық түліктердің барлық үйден табылады деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын.